Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ең тез дайындалатын пиццаны рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы сүт пен жылы суымызды құйып, оған тұз бен ашытқымызды саламыз. Азырақ ұнымызды саламыз және сұйық майымызды құйып, ұнымызды салып, жақсылап илейміз. Жылы жерге 30 немесе 40 минутқа бетін жауып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін 3 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін жұқа етіп жаямыз. Пешке қоятын ыдысымызға қамырымызды саламыз. Және жан-жағын осылай әсемдеп шығамыз. Қамырдың бетіне жағуға бізге майонез бен кетчуп қажет. Екеуін жақсылап араластырып, бетіне жағып шығамыз. Және қамырдың бетіне шұжығымызды саламыз. Болгар бұрышын саламыз. Қызанақ пен зәйтүнімізді салып шығамыз. Бетіне укропымызды себіп, содан соң барып бетіне ірімшігімізді саламыз. 150 немесе 170 градусқа 30 минутқа пешімізге салып аламыз. Біздің пиццамыз дайын. Қалаған бөліктерге бөліп, ыстықтай жақындарымызға ұсынамыз. Қамыры сондай жұқа, дәмді. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.